Қайырлы күн достар. Біз бүгін сіздермен өте керемет паклава жасайтын боламыз. Ол үшін ұнымызға қопсытқышымызды және де майымызды осылай пышақтың көмегімен немесе күштің көмегімен ұсақтап өткізіп турап аламыз. Содан соң қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып, майымыз бен ұнымызды жақсылап араластыратын боламыз. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Және де қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Мінекей осылай қолымыздың көмегімен жақсылап ұнтақтап алатын боламыз. Аса бір қатты көп затты да қажет етпейді. Өте әдемі әрі тойымды болып шығатын паклавалардың бірі. Және де бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Мінекей осылай жақсылап араластырып болғаннан соң жұмыртқамызды саламыз. Қамырына 3 жұмыртқа салатын боламыз. Негізі 4 жұмыртқа кетеді. 3 жұмыртқаны қамырына салып қоятын боламыз. Салып илейміз. Және де бір жұмыртқаның ағын арасына жағамыз, қамырдың арасына, және де сол жұмыртқаның сарысын ең соңында қамырдың бетіне жағатын боламыз. Осылай 3 жұмыртқамызды саламыз. Менде бұл жерде тағы бір жұмыртқа салғаным түспей қалыпты. Осылай 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Және де осының үстінен қаймағымызды саламыз. Қаймақ дүкеннің қаймағы жарайды. Керек заттардың барлығын төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Мінекей осылай жақсылап қамыр илеп. Бұл жерде қамыр илегенде қамырды илеу емес, жай ғана ұнның басын бір-біріне біріктіру. Июін қандырып, қамыр илеудің қажеті жоқ. Қамырдың басын жай ғана біріктіру керек. Енді дайын болған қамырымызды 5-10 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Салафан пакетімізге салып, 5-10 минутқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Енді дайын болған қамырларымызды алып бөліктерге бөлеміз. Мен 5 бөлікке бөлдім. 3 орташа бөлік және де 2 үлкен бөлікке бөліп алдым. Өте үлкен көлемдегі паклава шығатын болады. Осылай қолымыздың көмегімен қамырларды теңестіріп, 2 үлкен бөлігі. Бұл бізде қамырдың астыңғы және үстіңгі бөліктері үлкен болып, бір-бірімен беттесу үшін үлкен қыламыз. Ал ортасындағы қамырлар бізде кішкене кішірек қамыр болып шығады. Мен арасына грек жаңғағын қолдандым. Міне осылай үлкен қамырымызды ең әуелі үлкен қамырымызды жайып алатын боламыз. Арасына кішкене ұн себе отырып жайсаңыздар болады. Осылай қамырымызды үлкендеу етіп жайып аламыз, жұқалап. Өте үлкен көлемдегі паклава шығады. Міне осылай жайып болғаннан кейін противенімізге орналастыратын боламыз. Менде пергамент бумагасы қалмағандықтан жай ғана противенді мен майлап, соның үстіне орналастырдым. Ешқандай асты жабыспайды. Егер сіздерде қағаз қалмаған болса, осылай істеуге болады. Енді үлкен бөліктен кейін кішкентай бөліктерімізді жайып алатын боламыз. Осылай әрбір бөлікті осылай әдемелеп, асықпай жайып аламыз. Кішкенеден ұн себе отырып. Неге осылай жайып болғаннан кейін жақсылап жайып аламыз да екінші қамырымыздың бетіне қоятын боламыз. Мен арасына грек жаңғағын қолдандым. Ұсақталған. Міне осы кезде грек жаңғағымызға 200 грамм қантымызды салып, тәтті болғанын қаласаңыздар, одан да көптеу салуға болады. Осылай араластырып аламыз. Және де арасына осы противендегі қамырымыздың үстінен жұмыртқаның ағын щетканың көмегімен жақсылап жағып аламыз. Яғни пропитка ретінде ол біздің қантымыз бір-біріне жаңағымыз бен қантымыз бір-біріне
жабысып, бір-бірімен бірігіп, әдемі болып тұру үшін, шашырап кетпеу үшін жағамыз. Кішкене көптеу жақсаңыздар, қамырға жабысып, әдемі болып тұрады. Яғни шашырап кетпейді піскен кезде. Осылай жағып шығамыз. Жақсылап бір тегіс барлық жеріне жағып шыққандарыңыз дұрыс. Енді жаңағымыз бен қантымызды араласқан қасықтың көмегімен жақсылап сеуіп шығамыз. Немесе ыңғайлы болса, қолмен де себуге болады. Өздеріңізге ыңғайлы жақтарын көріп, жасап шығыңыздар. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Әрі бір жасағаннан шығады. Мен осылай қолымның көмегімен бір тегістеп жайып шықтым. Барлық жеріне тиюі үшін. Неке енді екінші қамырымызды жайғастыратын боламыз бетіне. Екінші қамыр міндетті түрде үлкен болуы міндетті емес, осылай жайып қойып, енді үстінен тағы да жұмыртқаның ағын жағып қойсақ, өте әдемі болып тұрады қамырларымыз. Осылай жағып, келесі бөліктегі қамырымызды жаятын боламыз. Достар, егер видео қызық болған болса, видео ұнап жатса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне, әрбір бөлікті жайып аламыз. Ең соңғы бөлігі мендегі ең үлкен бөлігі. Енді осы ең үлкен бөлікпен, үстіңгі бөлікпен астыңғы бөлікті, ең астыңғы бөлігін осылай қолымыздың көмегімен жақсылап біріктіріп шығатын боламыз. Міндетті түрде астыңғы бөлік пен үстіңгі бөлік бір-біріне беттесіп тұруы керек. Ол біздің қамырымыздың ажырап кетпеуіне жағдай жасайды. Осылай қолымыздың көмегімен жақсылап біріктіріп шығамыз. Енді осылай екі шетін жан-жанын осылай өріп түйіп шығатын боламыз. Бұл ажырап кетпеу үшін, әрі біздің пақлавамыздың әдемі көрінуі үшін. Осылай асықпай қолдың көмегімен жақсылап бүгіп шығыңыздар. Егер жақсылап бүгілмеген жағдайда қамырымыз ашылып кетуі мүмкін. Енді осы дайын болған пирогымыздың үстінен жұмыртқамыздың сарысын салып, щетканың көмегімен жақсылап жағатын боламыз. Бір тегіс етіп, барлық бөлігіне тигізіп, шет-шеттеріне де жақсылап жағып шығамыз. Енді пышақтың көмегімен кеспейміз, бірақ кесуге дайындап узор салып шығамыз. Пышақты қатты басып кесіп жібермеңіздер. Осылай үшбұрыштап, әдемелеп кесіп аламыз. Енді жаңғақтарымыз осылай бетіне қойып шығатын боламыз. Бүтін жаңғақтарды қойған кезде міндетті түрде қолдың көмегімен басып қойыңыздар. Қаттырақ қолмен міндетті түрде басыңыздар. Себебі қамырымыз көтеріліп кетуі мүмкін. Осылай жаңғақтарды қойған кезде басып шығыңыздар. Енді алдын ала қызып тұрған пешімізде 180-200 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Егер видео ұнаған болса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Міне өте үгітілмелі, әрі дәмді, тәтті болып шығады. Арасы да ашық, әрі әдемі болып тұр, слой-слой болып байқасаңыздар. Жаңғақтарымыз да өте әдемі, қантымыз да еріп, тәтті болып тұр. Сіздерге ас болсын. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.